Семей қаласындағы Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы Әмбебап кітапханасы әр сәрсенбіде өткізетін Алаш онлайн жобасының кезекті санын бастайды. Бүгінгі дәрісіміз Алаш қайраткері, ғалым, драматург, жазушы, журналист Қошмұхаммед Дүйсебайұлы Кемеңгеровтің шығармашылығы мен қоғамдық қызметіне арналады. Халқымыздың біртуар ұлы, халық арасындағы аты Қошке Кемеңгеров жайлы лекцияны бүгін бізге белгілі алаштанушы ғалым, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымының кандидаты, Қошке атамыздың ұрпағы Қайырбек Ризабекұлы. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Гүлмира Мұратқызы жаңа таныстырды. Біздің есіміміз, аты жөніміз Қайырбек Кемеңгер, Евразия ұлттық университетінде қызмет істейміз. Біріншіден, қасиетті Рамазан айы қайырлы құтты болсын баршамызға. Ізгі тілек амалдарымыз жүзеге аса берсін, Алаштың рухы асқақтай берсін. Алаш қаласынан, Абай кітапханасынан бізге осындай ұсыныс түскеннен кейін біз келісім бердік. Себебі енді осыған дейінгі бейне дәрістерді қарап шықсақ, Әлихан Бөкейханға, Әлімхан Ермекұлына, Отыншы Әлжанұлына, басқа да алаш қайраткерлеріне дәстүрлі бір жақсы бейне дәрістерді ұйымдастырған екенсіздер. Алла разы болсын. Бүгінгі біздің дәрісіміз, бейне дәрісіміз Алаш қалам қайраткері, жазушы, драматург, тілші, ғалым, журналист, ағартушы Қошмұхаммед Кемеңгерұлының өмірі мен шығармашылығына арналады. Мүмкін болса, мен ойымыз нақты, сөзіміз тиянақты болу үшін, жинақы болу үшін презентация жасайын ба деп едім. Алаш қаламгері Қошке Кемеңгерұлының өмірі мен шығармашылық мұрасы деп тақырыбымызды қойдық. Енді көп жағдайда алаш қайраткерлерін сөз еткенде біз тұңғыш, бірінші, алғашқы деген сөзді қатар қолдана аламыз. Тура осы жағдайды Қошке Кемеңгерұлына қатысты да айтуымызға болады. Міне, Қошке Кемеңгерұлының өмір тарихы көз алдарыңызда. Небәрі 41 жыл ғана өмір сүрді. Оның соңғы 7 жылы Абақтыда, қуғын-сүргінде, айдауда өтті. Сол бар жазып қалдырған мұрасы 1930 жылмен аяқталады. Жарияланған еңбектері 30 жылмен бітеді. Қошкені біз ең алдымен таңдаған мамандығы осы дәрігерлікті қалаған еді. Батыс Сібір медицина институтының студенті болып, Қошке Кемеңгерұлы Омбы қаласында жоғарғы мектепте, жоғарғы оқу орнында білім алған. Алдымен Қошкені біз енді қазақтың кәсіби алғашқы дәрігерлерінің бірі деп танимыз. Негізгі саласы, таңдаған саласы дәрігерлік болатын. Енді әдебиеттің Қошке осы проза саласында өзіндік із қалдырды артында. Прозаның қазір оны кеңірек тоқталамыз. Алдарыңызда мынандай бір енді көрнекілік тұр. Қошкені біз драмашы, журналист, әдебиет сыншысы, тілші, әдіскер, тарихшы, аудармашы, қоғам қайраткері секілді бағыттар бойынша тұлғасын, мұрасын тани аламыз. Енді осылардың әрқайсысына қысқаша тоқталатын болсақ, осы жерде көретін суреттердің біразын мен өзімнің архивімнен, енді бізге жеткен осы отбасылық архивіміздегі дүниелерді Абай атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасына берген едім. Ол жерден тамашай аласыздар. Сол суреттерді, сол материалдарды біз қазір пайдаланамыз. Сондағы деректерді сөйлетеміз. Қошкенің негізгі еңбектері дегенде алдарыңызда бұл жерде мен енді ірі еңбектерін ғана атап отырмын. Ең алғашқы тырнақалды туындысы Қошкенің баспасөзде жарық көрген еңбегі бұл 1915 жылы Айқап журналында жарияланған 19 жасар Қошкенің өзінің өлеңдері. Айқапта Қошкенің Баг іздеген, Солған гүл, сонымен бірге мына
Пушкиннен аударған пайғамбар өлеңі, Никитиннен аударған Сәскелік көлдің жағасында секілді 5-6 туындысы айқапта жарияланды. Бұл 1915 жылы болатын. Ол уақытта Қошке Омбыда, Омбы ауыл шаруашылық училищесінде студент, шәкірт. Ал енді мына негізгі еңбектер дегенде бұл жерде ірі еңбектері, кітаптары, яғни кітаптарына тоқталамыз. 23 жылы Қошкенің Алтын сақина шықты. Алтын сақина жеке жинақ болып Орынбор қаласынан жарияланды. Бұл көркем туынды, көркем шығарма, қазақ әдебиетінің тарихында, қазақ театрының тарихында орны бар еңбек, мемлекеттік ұлт театрының шымылдығын ашқан Алтын сақинаның мұқабабеті көз алдарыңызда тұр. 4 перделі драма. Келесі әйгілі еңбегі Қошкені бізге тарихшы ретінде танытатын туындысы қазақ тарихынан деп аталатын кітапшасы. Бұл кітап 24 жылы жарық көрді, 22 жылы жазылған. 24 жылы Мәскеудегі Күншығыс баспасынан Нәзір Төреқұлұлы редакторлық ететін Күншығыс баспасынан қазақ тарихынан атты еңбегі жарияланды. Бұл кітап туралы Қараөзовтің пікірі бар. Бұл кітапты қазір тарихшылар кең қолданып жатыр. Қошке осы қазақтың кәсіби тарихшыларының бірі ретінде сол кезде жеке кітап арнаған. Мұхамеджан Тынышбайұлы, Санжар Аспандиярұлы, басы енді Әлихандар бастап, осы қазақ тарихына жеке еңбек жазған санаулы алаш қайраткерлерінің бірі қатарында біз Қошкенің есімінде айта аламыз. Сол еңбектің жалғасында екеуі де осы бір отаршылдық, патшаның отаршылдық саясатына қарсы идеяда жазылған келесі еңбегі бұл бұрынғы езілген ұлттар атты кітапшасы. Бұл дағы Мәскеуден Күншығыс баспасынан жарияланды. Одан кейін міне қазақша орысша тілмәш 25-те шықты, 26-да шықты ол Мәскеуден. 27 жылы қазақ тілінің грамматикасы, Қошкенің лекцияларын шәкірті Архангельский құрастырған еңбек. 28-29 жылы Жаурапалықтар үшін оқу құралы, Қошкенің лингвист ретінде танытатын кітаптары. Және де соңғы көлемді оқулығы, бұл химия оқулығы, орыстың ғалымы Лебедевтің 7 жылдық мектептің 5-6 сыныптарына арналған химия оқулығы. Бұл Қошкенің 30 жылы қазан айында Қошке тұтқындалды, Әуезовпен бірге Ташкентте. Содан кейін енді еңбектері жарияланған жоқ, жаңа айтқандай. Енді жаңағы айтқан қырларына қысқаша тоқталатын болсақ, дәрігерлікті өмірлік таңдау етіп Қошке өзіне таңдады. Себебі өзінің отбасында бауырлары, туыстары ауырып қайтыс болады. 1920 жылы Омбыда Батыс Сібір медицина институты ашылғанда, сол институтқа алғашқы қазақ шәкірттерінің бірі болып Қошке Кемеңгерұлы, Мұратбек Сейітов. Осылар дәрігерлікке оқуға түседі. 24 жылға 4 курсын аяқтаған Қошке Ташкентке ауысады, Орта Азия мемлекеттік университетіне. Осыған дейін ол осы Омбыда оқиды. Қошкенің енді міне Германиядан келген Макс Кучинскиймен бірге жасаған сапары жөнінде мен қазір кеңірек тоқталғым келеді, жеке бір презентация жасағым келеді. Осы дәрігерлігін аяқтайтын нақты мысал. Жазушы дегенде Қошке енді 10-нан астам, дәлірек айтар болсақ, қазір біздің қолымызда бар 12 Қошкенің әңгімесі бар. 12 әңгімесі, бірқатар өлеңдері, аудармалары бар. Сонымен бірге Замандастар атты роман жазғандығы белгілі. Ол роман туралы өзінің хаттарында дерек келтіріледі. Үлкен қызы Зайраның естеліктерінде бар. Осы мысалдар Қошкені бізге жазушы ретінде көрсетеді. Шығармалары кезінде замандастары тарапынан, қаламдастары тарапынан бағаланған.
қарсыластары шығармаларын сынаса, ниеттес қаламдастары Қошкеннің шығармаларына әділ бағасын берген. Қазақ әдебиетіндегі негізгі тақырып сол кездегі оқу ағарту мәселесі, елдік идеясы, әйел теңсіздігі мәселесі секілді тақырыптарды Қошке шығармаларында нақтырақ айтар болсақ, жаңағы Қарашаш, Дүрия, Назиқа, отаршылдық ұсқындары, тұтқынның ойы, жетім қыз, Момынтай, міне жақында бір табылды, тағы да Қошкенің Бостандық туы газетінен Әлғиса атты әңгімесі. Бұлардың барлығы бізге Қошкені жазушы ретінде көрсетеді. Келесі, мысалы, міне Смағұл Садуақасұлының дерегі. Смағұл Садуақасұлының пікірі айталық, міне Мұхтарды, Жүсіпбекті, Қошкені тіл жағынан, тұрмысты сипаттау жағынан сынасақ, олардың қатесін айтсақ, бұларды біз кемшілігінен жақсылығы көп. Бұлардың кемшілігі күннен күнге ұлғаймайды, қайта азайып келеді. Бұлар Совет үкіметіне қарсы қайнасып қалған ұлтшылдар емес, бұлардың болашағы әлі алда деп. Немесе бір жерде міне бізге Жүсіпбек те керек, Мұхтар да керек, Қошке де керек деп Смағұл Садуақасұлы байқасаңыздар, үнемі Мұхтар, Жүсіпбектердің қатарында Қошкенің есімін жазушылардың қатарында, көрнекті жазушылар қатарында әдебиет сыншысы Смағұл Садуақасұлы қатар атайды. Бұл жерде енді драмашы деп отырмыз. Қошке алғашқы кәсіби драмашылардың бірі. Бекмұхамед Серкебайұлы, Көлбай Тоғысовтардан басталған осы драма өнері қазақ топырағында Жүсіпбектермен, Сәкендермен, Мұхтарлармен жалғасты. Міне сол алғашқы қазақтың кәсіби драмашыларының ішінде еңбектермен бірге Қошкенің есімі де аталады. Оқулықтарда, монографиялық еңбектерде Қошкенің онға тарта драмасы қазір белгілі болып отыр. Соның үшеуінің ғана өкінішке орай мәтіні сақталған. Үшеуі дегенде Парашылдар, Ескі оқу және Алтын сақина. Алтын сақинасы Қошкенің 23 жылы кітап болып шыққан Мемлекеттік ұлт театрының шымылдығын Қызылорда қаласында, ел астанасында 26 жылы 13 қаңтарда ашқандығы тарихи шындық. Қазір Әуезов атындағы Академиялық драма театры Алтын сақинамен ашылды. Қошке журналист, көсем сөзші. Ол қазақтың алғашқы кәсіби журналистерінің бірі. Себебі қолжазба журнал Балапанға редакторлық етті. 18 жылы Қызылжарда жарық көрген қазақ жастарының тұңғыш газеті Жас азаматқа редакторлық етті. Ақжол газетінде жұмыс істеді. Ақжолдың да бірқатар сандарын шығарды. Ташкентте қызмет істеген уақытында. Сонымен бірге Қошкенің туындылары, мақалалары журналист ретінде, көсем сөзші ретінде еңбектері алдарыңызда тұр. Бостандық туы, Қызылжар, Қазақ, Орынбор, Ақжол, Ташкент, Еңбекші қазақ, Лениншіл жас, қазақ тілі Семейден шыққан газет. Және де міне Сана, Жаңа мектеп, Әйел теңдігі, Жас қайрат, Темірқазық журналдарында Қошкенің шығармалары жарияланды. Бұлардың барлығы бізге Қошкені журналист, көсем сөзші ретінде көрсетеді. Қошке әдебиет сыншысы дегенде жаңа айтып өттік, 26-27 жылдары көркем әдебиет туралы әдеби айтыстар басталғанда Қошке тайсалмай басын бәйгеге тігіп, билікке Голощекин келгеннен кейін бұрынғы алаш қайраткерлері биліктен, қызметтен ығыстырылған уақытта басы Абайды, Ахаңды, Ахмет Байтұрсын, Мағжанды, Жүсіпбектерді, Мұхтарлардың мұрасын әділ бағалап, олардың шығармашылығын әдеби эстетикалық тұрғыдан бағалап, ешқандай саяси таптық тұрғыдан емес қарастырған Қошке Кемеңгерұлы әдебиет сыншысы ретінде бізге мәлім. Көркем әдебиет туралы бірқатар мақалалар бар. Қошке алқа әдеби бағдарламасын талқылауға да қатысты. Мағжанның бастамасымен құрылған хаттар бар, осы кезде жазылған. Көркем әдебиеттің бағыты, қай бағытта даму керек, қалай өрбу керек деген мәселелердің барлығында Қошкенің пікірін біз көреміз. Ыдырыс Мұстамбайұлы, басқа да осы алаш қайраткерлері әдебиет жайында айтыстарға қатысқан, солардың барлығының еңбектерінде Қошкенің есімі аталады. Тілші әдіскер дейміз, заманында академик Шора Сарыбаев бізге бір ескерту жасап еді. Қошке Кемеңгерұлы ең алдымен тілші, ең алдымен Қошке лингвист.
Сіздер Қошкені жазушы деп, драматург деп өздеріңізге тартып алдыңыздар. Қошкені біз алдымен тілші деп тануымыз керек дейді. Енді ол академик марқұм Шора Сарыбаевтың пікіріне біз толық қосыламыз, себебі Қошке Ташкентке барғаннан кейін осы тіл саласын, лингвистиканы таңдайды, өзіне сала ретінде, зерттеу саласы ретінде. 25-ші жылы қазақша орысша тілмәш шығады, Қошкенің редакторлығымен, құрастыруымен. Жаңағы айтқан 27-ші жылы қазақ тілінің грамматикасы, одан кейін Европалықтар үшін оқу құралы 2 кітаптан тұрады. Бұл еңбектер Қошкені бізге тілші Ахмет Байтұрсынұлынан кейінгі қазақтың кәсіби лингвист ғалымдарының бірі ретінде көрсететін нысандар. Өзі Қошке аспирантурада оқығанда Мұхтар Әуезов Сагуде әдебиетті оқыса, Қошке Кемеңгерұлы тілді оқиды. Аспирантурада қазақ тілінің аглютинативтік ерекшелігі деген тақырыпта аспирантурада оқиды. Абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметұлы кітабында жазады, қазақ лингвистикасында, қазақ тіл білімінде аспирантурада оқыған тұңғыш қазақ Қошке Кемеңгерұлы дейді. Тарихшы дегенде біз атап кеттік жаңа еңбектерін, қазақ тарихынан, бұрын кезілген ұлттар еңбектері. Келесі аудармашы өлеңдер аударды, ауыл шаруашылық ғылымы кітабы бар, химия оқулығы, тағы да бірқатар кітаптары бар. Осы Қошкені бізге аудармашы ретінде танытады. Және де қоғам қайраткері. Қошке қазақтың тұңғыш жастар ұйымы бірлікке белді мүше болды. Бұл 14-ші жылы Омбыда құрылған мүше. Қазақ комитетін ұйымдастыруға атсалысты. Ақмола қаласында Сәкен Сейфуллин басшы болған қазақ комитетінің қатарынан табылды. 17-ші жылғы Аласапыран, Алашорда кезеңінде 2-ші жалпы қазақ қырғыз съезіне қатысты. Орынбор қаласында ұйымдастырылған желтоқсан айында Алашорда үкіметі құрылатын 2-ші жалпы қазақ қырғыз съезінде болды. Одан кейін Ташкентте талап ұйымының мүшесі болды. Міне осындай алқаға мүше болды. Осындай жағдайлар бізге Қошкені енді мемлекет қайраткері дей алмаймыз. Үлкен бір мемлекеттік қызметте болған жоқ. Қошке осы қоғам қайраткері ретінде тануға лайық деп білеміз. Енді назарларыңызға Қошкенің бірқатар кітаптарын, еңбектерін ұсынғым келеді. Қошке Кемеңгерұлының редакторлығымен 10 мың тиражбен шыққан қазақша орысша тілмәші. Бұл кітап 25-ші жылы шықты, және 26-ші жылы және жарық көрді. Аталған кітапқа Мағжанның жазған сыны бар. Осы кітап туралы Қошкенің кейін жауабы бар, сол сынға берген қазақша орысша тілмәш туралы түсінік деп аталады, еңбекші қазақта шыққан. Бұл сөздік, Радловтардың сөздіктерінен кейін қазақ ғалымдарының ішінде сондай бір көлемде жазылған ірі еңбектің бірі болып есептеледі. Кітапты құрастырған Бұралқи, Байтасов, Байғаскин, Баймаханов, Дәулетбеков, Темірбеков, Сәрсенбаев сынды Қошкенің тілектестері, замандастары, Ташкентте шоғырланған қаламдастары. Оның ішінде Төлеутай Сәрсенбаев деген бауыры, өзі сол Ташкентке ала барған, сол жақта оқытқан, бір атадан тарайтын інісі, солардың барлығы осы сөздікті құрастырған. Жаңа айтылған Алтын Сақина драмасы мемлекеттік ұлт театрының шымылдығын ашқандығы туралы хабарландыру. Бұл еңбекші қазақта жарияланған тарихи құжат, тарихи дерек. Күні бүгінге дейін әлі көп жерде мемлекеттік театрдың шымылдығы Мұхтар Әуезовтің еңлік кебегімен ашылды деген дерек айтылып жүр. Көп кітаптарға, оқулықтарға солай ескіше жазылып кеткен. Бірақ біз сіздерге енді біз айтар едік, шындықты біз бұрмалағанымыз дұрыс болмайды. Әуезовті біз жерде төмендеткеніміз емес. Мұхтар мен Қошке өте жақын болған. Мұхтар мен Қошке ең алғаш 18-ші жылы Омбы қаласында танысады. Омбыда қазақ жастарының тұңғыш съезі ұйымдастырылды. Бірлік жастар ұйымы ұйымдастырған. Міне сол съезге Семейден талап ұйымының атынан Мұхтар келген еді. Бұл сәуір айында өтті. Сәуір айының 14-20 аралығында. Осы жерде Қошке мен Мұхтар танысты, жақын танысты.
оған дейін бір-бірін әрине білді, Айқаптың бетінен, Қазақтың бетінде жарияланған еңбектерінен. Кейін Қошке редакторлық еткен Жас Азамат газетінде Мұхтардың мақалалары жарияланды 18-ші жылы. Одан кейін жаңағы айтқан Макс Кучинскийдің сапары кезінде Мұхтар мен Қошке Семей өңірінде бірге болды, Ташкентте бірге болды, кездесіп жүрді. Ал енді шындығы сол, мемлекеттік театр алтын сақинамен ашылды. Ол туралы міне құжат алдарыңызда тұр. Смағұл Садуақасұлы халық ағарту комиссары, бүгінгі айтқанда білім және ғылым мәдениет министрі қызметінде болған мемлекет қайраткері Смағұл Садуақасұлының мемлекеттік ұлт театрының ашылуына қатысты жазған мақалалары бар. Бұлардың барлығы алтын сақинаны бізге осы тұңғыш қойылым ретінде көрсетеді. Ресми шымылдығын ашқан алтын сақина екендігін дәлелдейді. Қошке Кемеңгерұлының редакторлығымен жарық көрген қазақ тілінің грамматикасы атты оқулық Ташкентте шықты. Бұл кітап 27-ші жылы жарияланды. Оны құрастырған Григорий Архангельский. Архангельский кейін Алматы облысының білім берушісінің басқарушысы болады, Қошкенің шәкірті. Осы кітаптың кіріспесінде жазады Архангельский: данная книга составлена на основе лекций, читанные товарищем Кемеңгеровым на курсах востоковедения в Ташкенте деп кіріспесінде шәкірті Архангельский өзі солай деп көрсетеді. Особую признательность, благодарность выражаю своему учителю Хошмухамеду Кемеңгерову в составлении отдела фонетики деп кітаптың алғы сөзінде барлығында Архангельский ұстазына ризашылық білдіріп жатады. Сондықтан бұл кітапты біз таза Қошкенің осы лингвистикадағы ойы, тіл біліміндегі пікірі деп танимыз. Оны алаштанушы ғалымдар, тілші ғалымдар, Орнай Жұбаевалар жақсы айтып жүр. Енді келесі құжат, келесі дерек. Қошкенің отбасы, назарларыңызда бұл тарихи сурет көп жерде көрсетіліп жүр. Бұл сурет таяқ ұстап отырған Қошке Кемеңгерұлының әкесі Дүйсебай қажы 19 ғасырда қажылыққа барған, кіндік қан тамған жер Дүйсебай қажы. Бабамыздың туған жері Баянауыл, қазір Қазақстанның Шұрайлы өлкесі, қазақтың небір марғасқа ұлдары дүниеге келген Баянауыл өңірінен шыққан. Атасы Кемеңгер, әкесі Дүйсебай қажы, сол Баянауыл топырағының тумалары. Қошкенің өзінің кіндік қан тамған жер Ақмола облысының Омбы уезі, Қаржас ауылы. 30-шы жылдан 32-ші жылға дейін Алматының түрмесі болса, 32-35 бұл Валуйки жері дедік. Жаңа қаламгердің қолтаңбасы. Дихан Қамзабекұлы алаштанушы Омбы архивінен осы құжатты тапты, кітабында жариялады, 3 томдығында бар. Жазушының Алматы абақтысында түскен суреті Алашорда фотоальбомында осы суреттер берілген. Болат Мүрсәлімнің құрастырған Алашорда фотоальбомында бар. Қошке Кемеңгерұлының соңғы тұрған үйі, отбасы тұрған осы Омбы облысының Шарбакөл ауылындағы осы үйден тұтқындалды. Қошке тамыз айында 37-ші жылы осы үйден айдалып кетті. 37-ші жылы қараша айында атылған Қошке Кемеңгерұлы 57-ші жылы тамыз айында ақталды. 20 жылдан кейін ақталды. Өздеріңіз білесіздер, 20-шы съезден кейін анықтама қағаз Қошкенің жұбайы Гүлсім Кемеңгерованың атына келді. Қошке Кемеңгеров реабилитирован посмертно за отсутствием состава преступления деген. Бірақ бұл қағаз келсе дағы Қошкенің есімін шығармаларын насихаттауға әлі тыйым салынған болатын. Алаш қайраткерлері жақсы білесіздер, 88-ші жылдан кейін ғана мұралары кең түрде насихатталып, кітаптары шыға бастады. Міне сол себепті Қошкеде өзінің кітаптардың шыққанын тағы 30 жыл күтуге мәжбүр болды деуге болады. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ғана Қошке мұрасы жан-жақты насихатталып, дәріптеліп жатыр. Ал енді қаламгердің міне
жұбайы, жары Гүлсім Жәмиқызының суреті және артында қалған 3 перзенті Зайра, Нарманбет, Сәуле балалары. Гүлсім Жәмиқызы әжеміз 84 жыл жасады. Қошкеден кейін 51 жыл өмір сүрді. Байқасаңыздар. Міне осы орайда мен үнемі айтып жүремін, мына Қошке Кемеңгерұлы секілді алаш қайраткерлерінің өмірі, олардың өздерінің өмірі ғана біз үшін тағылымды емес, сонымен бірге жұбайларының да өмірі, тағдыры соншалықты өнегелі, ғибратты десек болады. Міне Гүлсім Жәмиқызы халық жаудың әйелі болып, ол кісі айдалып кетеді. Свердловск облысының Волчанск-Строй лагерінде 42 жылдан 46 жылға дейін соғыс жылдары лагерде айдауда болады. Сол кезде міне балалары, сол 14-15-тегі балалары ауылда ағайын туысқандардың үйінде қалады. Әкелері айдалғанда, ең алғаш тұтқындалғанда міне Зайра 4 жасар, Нарманбет 3 жасар, Сәуле 2-ге толмаған сәби Ташкентте. Ташкентте еді бұлар ол кезде. Сәуле мен Нарманбет Ташкентте туды, Зайра Омбы жерінде дүниеге келді. Ал сол Украина жерінде Қошке отбасын бірге қасында алып бірге болды 35 жылға дейін, кейін 37 жылға дейін Омбы жерінде қасында болды балалары. 37 жылы Қошке айдалып кеткенде Гүлсім әжеміз 33 жаста жесір қалады. 33 жаста оқымаған, ешқандай оқу бітірмеген, енді күн көретін азаматы барлығы айдалып кеткенде Гүлсім әжеміз біреуге тұрмысқа шыққанда да болатын еді, біреудің етегін ұстауға болатын еді. Қошкенің өзінің айтқан сөзі де бар екен. Балалар өз күндерін өзі көрер, мен сені қидым, тұрмысқа шығамын десең, мен сені қидым деген екен. Бірақ әжеміз, міне Гүлсім әжеміз ешкімге тұрмысқа шықпай, ардақты есімін, Қошкеге деген сенімін ақтап, енді ол кезде 37 жылы айдалып кеткен азаматтар тірі ме, өлі ме, ол жайында хабар жоқ. Көрдіңіздер ме? Қашан оралатыны белгісіз. 37 жылы кетті, 47 жылы, 57 жылы ақталу қағаз келді. Сонда жаңағы оған дейін міне өлі ме, тірі ме екендігі белгісіз болып келді. Гүлсім әжеміз Омбы жерінде бала шағасын жеткізіп, оқытып, 88 жылға дейін өмір сүріп, немере көріп, немереден шөбере сүйіп, міне біздер әжемізді көрдік. 11-12-ге шыққан кезіміз Гүлсім әжеміздің әңгімесін барлығын тыңдап отырған едік. Алтын Сақина кітабы Қошкенің 65 жылы шыққан. Гүлсім әжеміздің қайраттылығымен, жігерімен бұл кітап кездейсоқ жағдайда жарық көрді. Бұл кітаптың жарық көруіне атсалысқан азаматтарды мен әдейі алдарыңызға міне көрсетіп отырмын. Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, Фазыл Кәріпжан, Есмағамбет Смайылов, Қанеде Мұсабаев секілді қазақтың үлкен тұлғалары жаңа Қошкенің Алтын Сақина кітабының шығуына жәрдемдеседі. Ол туралы тарихи мәліметтер бар, құжаттар бар. Осы аталған адамдардың барлығына Гүлсім әжеміз алдына барады. Қошкенің енді ақталу қағазы қолында бар ғой. Сонда Қаныш Сәтбаевқа барады екен. Қаныш Сәтбаев академияның президенті. Енді Қошкеде Қаныштарды барлығы алаш қайраткерлерінің Қаныш Қошкені өте жақсы біледі. Ағасы Қаныштың 37 жылға айдалып кеткен. Мұхтар болса да болмаса да енді бірге оқыған. Алтын Сақинаның шығуына жәрдемдескен тұлғалар осы азаматтар. Аруақтар разы болсын. Мысалы міне бізде архивте хат бар, сонда жаңа біздің хатта жазады, Қанышқа бардық, Қаныш тіл білімі институтына тапсырма берді, Кеңесбаевқа тапсырма берілді, Алтын Сақина, Парашылдар, ескі оқу пьесалары Есмағамбет Смайыловтың айтуы бойынша шығуы мүмкін дейді. Міне осы секілді хаттар біздің архивімізде сақталып отыр. Сонда біз жаңағы Алтын Сақина 65 жылы шығады, бірақ кітапханаға, оқу орындарына таратылмай, бірден тәркіленіп, алашордашыл жазушының кітабы қалайша шықты деп баспасөзде газетте мақалалар жарияланып, Қошкенің мұрасы тағы да тәркіленеді 65 жылы. Осындай жағдай болғандығы белгілі. Мағжандардың кітабы, мысалы Мағжандар 24 жылы шықты ғой.
Мағжанның кітабы 23 жылы Ташкентте Сұлтанбек Қожаұлының құрастыруымен кітабы 23 шықты. Содан кейін Мағжанның кітабы ақталғаннан кейін 89 жылы ғана жарияланған еді. Ал Қошкенің еңбегі Гүлсім әжеміздің арқасында 65 жылы шағын басылымы Алтын сақинасы жарияланған. Әуезовтің Гүлсім әжемізге айтқан сөзі Мұхтарға барғанда, енді қайда жүрсең де өзің жүр, балалардың беті қайтып қалуы мүмкін деп Мұхтар Әуезов ақылды кеңес айтқан көрінеді. Гүлсім әжеміз өзі жүрген, балаларын араластырмаған, себебі енді халық жауының отбасы, халық жауының жұбайы, халық жауының балалары деген таңба өте ауыр еді. Балаларын жаңағы партия қатарына қабылдамай, қызметте өсірмей, әртүрлі қысым болды. Сол 50-ші жылдары, 60-шы жылдары алашордашыл әкелерің деп бетіне басқан әртүрлі әңгімелерді отбасымызда біз естідік. Міне осылардың барлығын Мұхтар өзінің тағдырынан да біледі. Сондықтан осындай жағдай. Қапан Сатыбалдиннің мәліметі Қошке Кемеңгерұлының мұрасына қатысты драматург, драма зерттеушісі, мәдениет қайраткері Қапан Сатыбалдинның Қошке Кемеңгерұлының мұрасы жайында жазған көлемді дерегі бар. Содан алынған үзінді. Бұның барлығы енді кейін сіздерде сақталады ғой. Кейін Қошкені кеңірек оқимын, зерттеймін деген адамдар болса, жаңағы сіздердің сайттарыңыздан оқи алады. Мен оның әрқайсысына кең тоқталып жатпай-ақ қояйын. Әбділда Тәжібаев Қошкенің Алтын сақина шыққанда әдебиет институтының тапсырмасы бойынша жаңағы шығармаларға талдау жасаған, сын пікір сын айтқан. Сонда Әбділда Тәжібаевтың айтатыны бар: егер де тиісті жерлерден рұқсат алсақ, көрдіңіздер ме? Егер де тиісті жерлерден рұқсат алсақ, аталған кітаптардан бір жинақ жасауға болады дейді. 64 жылы қаңтар айында жазып отыр. Ал осы тәуірлердің өзін жақсылап басса, жақсы оформление жасаса, жазушының мұрасы есте сақталатындай ұнамды болып шығар еді дейді. Әбділда осы кезде Алашорда, Алаштың бас ақыны Мағжанның мұрасын жаңағы сынаған кітап жарияланғандығы енді біз әдебиетшілер жақсы білеміз. Өмір және поэзия атты кітабы шықты осы кезде. Мағжанның мұрасын Әбділда Тәжібаев сол 20-шы жылдардан бастап сынады. Кейін 65 жылы Мағжан ақталса да пікірінен таймады. Алашордашыл, байшыл, ұлтшыл, ескішіл, түрікшіл деген кертартпа поэзия деп әдебиетте социализмнің талабына сай емес деп, бұл мұраның барлығын оқытпаймыз деп өзінің уәжін пікірін Әбділда Тәжібаев айтты. Бірақ Әбділда Тәжібаевтың үлкен бір қайраткерлігі, азаматтылығы деуге болады. Мағжандар ақтала бастағанда 88 жылы Мағжанның кітабына алғы сөзді Әбділда Тәжібаев жазады. 89 жылғы ақ кітабына Әбділда Тәжібаев алғы сөз жазып, Мағжанның аруағының алдында, алаш қайраткерлерінің аруағының алдында кешірім сұрағандай болады. Міне осыны да біз қазір бағалай білейік. Қазақты қазаққа қарсы қойған заман екендігін сезінейік деп мен Әбділда Тәжібаевтың тағдырын мысалға келтіріп отырмын. Академик Серік Қирабаев 63 жылы Қошкенің кітабына берген қолжазбасы бар, бізде сақталған өзінің архивімізде. Қирабаев Қошкенің баласы Нарманбет Қошкеұлының жаңа кітап шығар кезде Сәбит Мұқановқа жазған хатынан үзінді. Сәбит Мұқанов Қошкенің енді алдынан тәлім алған шәкірті, қолдайма деген ниетпен Нарманбет атамыз Қошке әкесі жайында Сәбит Мұқановқа хат жазады. Шапық Шокиннің естелігін мен айтып жүремін. Өзімнің архивімде сақталған, диктофонда жазылған Шапық Шокиннің жазуы бар. Ұлттық ғылым академиясының академигі, Сәтбаевтан кейін академияны басқарған атақты ғалым Шапық Шокиннің Қошке Кемеңгерұлы туралы пікірі. Мұхтар Әуезов Шапық Шокин мен Әлкей Марғұланға Қошке Кемеңгерұлын таныстырады. Сонда Мұхтардың айтқан сөзі: сендердің осы қалада ағаларың бар, аты жөні Қошке Кемеңгерұлы, өзі де атына сай Кемеңгер десе Кемеңгер азамат дейді. Бұл менің сөзім емес, жаңа Шапық Шокиннің диктофонда жазылған сөзі. 97 жылы мен Алматыда кездесіп,
Шапық Шокинмен сұхбаттасқан едім студент кезімде. Осындай пікір жеке архивімізде сақталған. Жалпы Шапық Шокин Қошкені 2 мәрте көрген екен. Сол 30 жылы Ташкентте, кейін 35 жылы Омбы қаласында көреді. Ол туралы айтылып жүр. Қошкетанушы ғалымдар деп біз ең алдымен Рәзия Рүстембекованы атаймыз. Марқұм жазушы Мұқан Иманжановтың жұбайы Рәзия Рүстембекова Қошке Кемеңгерұлының 88 жылы ең бірінші болып Қазақ әдебиеті газетінде Қаламгер Кемеңгеров атты көлемді мақала жариялайды Рәзия Рүстембекова. Бұл кісі мақала жариялау себебі Қошкенің жұбайымен Гүлсім әжемізбен көрші тұрады. Ол Гүлсім әжеміз қолында бар барлық деректі материалды Рәзия Рүстембекова апайымызға береді. Рәзия апамыз филолог ғылымдарының кандидаты, Каспийде сабақ берген әдебиетші, жаңа айтқандай Мұқан Иманжановтың жұбайы. Кейін енді Рәзия апамыз бастаған істі академик Дихан Қамзабекұлы жалғастырды. Қошкенің 96 жылғы шығармалар жинағын құрастырып шығарды. 2003 жылғы, 2013 жылғы 3 томдықтарын құрастырды. Қазақтың Қошкесі атты фильмнің сценарийін жазды. Қаншама осы конференциялардың барлығын ұйымдастырылуына, өтуіне Дихан Қамзабекұлы көп үлес қосып келе жатыр. Алаштанушы ғалым. Қошке Кемеңгерұлының мұрасы бойынша алғаш диссертация қорғаған 1995 жылы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында диссертация қорғаған Гүлжахан Орда, филология ғылымдарының докторы, әдебиет институтында бас ғылыми қызметкер. Бүгінгі таңда Әбілхамит Нарымбетовтың жетекшілігімен Гүлжахан Орда диссертация қорғайды. 2002 жылы академик Рабиға Сыздықтың жетекшілігімен Қошке Кемеңгерұлының тілтанымдық мұрасы, лингвистикалық мұрасы бойынша Орнай Жұбаева диссертация қорғайды. Қошкені тілші, лингвист, ғалым ретінде таниды. Өте керемет қорғау болды. Орнай Жұбаева қазір филология ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, сол жерде қызмет істейді. Алаш мұрасының білгірі. 2010 жылы филология ғылымдарының докторы Фаузия Оразбаеваның жетекшілігімен Айжан Шормақова Қошке Кемеңгерұлының әдістемелік мұрасынан кандидаттық жұмыс қорғайды. Бұл жұмыс Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінде, Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде орындалды. Міне осы Қошкетанушы ғалымдар деп біз алдымен осы адамдарды танимыз. Сонымен бірге енді Қошкені зерттеп жүрген, Қошкенің мұрасы бойынша мақала жазып жүрген бірқатар ғалымдар бар. Мынандай бір көрнекілік мен енді бір қызық болсын деп отбасымызға қатысты бір жасаған едім. Мына сол жақта Дүйсебай қажы бабамыз, жаңа одан кейін баласы Қошке, Дүйсебайда 5 ұл, 3 қыз болған. 3 қызының бірі Нұржамила Дүйсебай қызы. Нұржамила Қошкенің туған апасы. Нұржамиляның жолдасы Алашорданың көрнекті қайраткері, Алашорда ұлт кеңесінің мүшесі Отыншы Әлжанұлы. Сіздерде міне осыған дейін Отыншы Әлжанұлы жайында бейне дәріс өтті ғой. Мен байқап қалдым. Отыншы Әлжанұлы Қошкені баулыған, тәрбиелеген, осы Алашқа тартқан отыншы болатын. Отыншы Омбыда оқыды, апасы Нұржамиляға үйленді. Ал енді міне одан туған жаңағы Нарманбет, 2 қыз, 1 ұл қалды. Қошкеден Нарманбет атамыз, Нарманбеттен және 2 қыз, 1 ұл қалды. Гүлнәр, Ризабек Қаршыға есімді балалары бар. Ризабектен біз тараймыз. Біз енді 3 ұл, 3 қыз болып отбасында өмір сүріп жатырмыз. Мына жақта енді біздің әжелеріміз, Қошке әулетінің келіндері, солардың әрқайсысының тағдыры, өмірбаяны. Бұны да мен енді көрнекілік ретінде кейінгі келіндерге үлгі болсын деп осындай бір көрнекілікті жасап қойдым. Кейінгі келіндерге бір ғибрат болсын деп. Енді шежіреміз, жеті атамыз 18 ғасырда жасаған Маман, Атан, Кемеңгер, Дүйсебай. Бұл бабаларымыз Баянауылдың топырағында туған. Одан кейін жаңа 96 жылы Омбының Қаржас ауылында Қошмұхаммед Кемеңгерұлы, Қошкеден Нарманбет, Ризабек,
және мен енді сіздердің алдарыңызда жаңа баяндама жасап отырмын. Біздің енді апамыз бар, қарындастарымыз бар. Құдайға тәуба, Қошке Кемеңгерұлының әулеті қазір жалғасып жатыр. Қыздарымыз бар, ұлдарымыз бар, шүкір дейміз. Аллаға тәуба. Енді мүмкін болса уақыттарыңызды егерде Қошкенің жаңағы Семеймен байланысын бір презентация арқылы мен көрсетсем бе деп едім. Егерде жақсы, уақытымыз бар, көрсете беріңіз. Баяндамамыз үзілгенше. Иә. Қазір. Алаш және неміс профессоры деп тақырыбын қойдық. Алаш және неміс профессоры. Бұл дерек өте бір қызықты мәлімет. Семейге тікелей қатысы бар. Қошкенің Семейде болғандығын. Әлихан Бөкейхан Макс Кучинскийді қазақ жерін зерттеуге шақырады. Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан, ол туралы нақты құжаттар, деректер қазір бар. Макс Кучинский кім екендігін қазір айтайық. Келесі, Шәкәрім Құдайбердіұлы, таныстырудың қажеттілігі жоқ. 1924 жылы Макс Кучинскийді ауылында қонақ қылады. Профессор Макс Кучинский Еуропадан келген ғалым Омбыда дәріс оқиды да, Омбыдан осы Қарқаралы уезін және Абыралы өңірін, Семей, одан әрмен қарай Зайсан, Шығыс Қазақстан өңірін Макс Кучинский, Германиядан келген профессор, сол зерттейді. Халқын тұрмысымен танысады, мәдениетін, негізінен денсаулығын қағазға түсіріп, соның барлығын кітап етіп Германияда жарыққа шығарады. Германияда кітап шығарады. Қошке Кемеңгерұлы Омбыда Макс Кучинскийдің алдында дәрісін тыңдап жүрді. Омбы мединститутында оқып жүріп, сол Макс Кучинскийдің қасында аудармашы болып, көмекші болып экспедицияға бірге қатысады. Бұл 1924 жылдың тамыз айында ұйымдастырылған экспедиция. Кейін Қошкенің Жол әсері атты көлемді мақаласы Семейде қазақ тілі газетінде жарияланады. Семейде қазақ тілі газетінде Жол әсері атты мақаласы бар, Қошкенің кітаптарында бар. Соның ішінде Қошке осы іссапар туралы Германиядан келген Берлин университетінің профессоры Макс Кучинскиймен жаңағы Семей уезінің Бұғылы, Шыңғыс, Меңдеш болыстарын, Қарқаралы уезіне қараған Ағанды, Абралы, Кент, Ақсары, Дастар, Ақбота болыстарын аралап түстік дейді. Профессордың мақсаты қазақ арасындағы ауру түрлерін, қандай аурудың көбірек тарағанын, тазалық шарттарын тексеру және қазақ елінің жалпы тұрмысымен танысу дейді. Ал негізгі біздің пікірімізше бұл экспедицияны ұйымдастырып отырған әлихандар, ахаңдар қазақтың тұрмысын Еуропа білсін, қазақ жағдайын Еуропа танысын деп сол экспедицияны әдейі ұйымдастырған сыңайлы. Себебі Германияға барып кітап шығарғаннан кейін кітаптың алғы сөзінде Кучинский рахметті, алғысты Әлиханға айтады. Мұхтар Әуезов Кучинскиймен кездеседі. Мұхтар Ленинградта оқып жүр. Ленинградтан ауылына келіп жатқан кезі Шәкәрімнің ауылында Кучинскийдің экспедициясымен Қошкелермен жолығады. Міне ол жөнінде Шәкәрімнің ұлы Ахат Шәкәрімұлының менің әкем Халықұлы Шәкәрім атты естелігінде деректер келтіріледі. Ахат Шәкәрімұлы былай дейді: 20-шы жылдар шамасында дейді, Макс Кучинский деген профессор, ұлты неміс, біздің үкіметтен рұқсат алып, қазақ ішін аралауға шыққан. Негізгі мамандығы дәрігерлік. Макстың қасында Москвадан 2 адам қосқан. Бірі оқыған қазақ азаматы, дәрігерлік жоғарғы мектепте оқып жүрген Қошке Кемеңгеров, бірі неміс тілін білетін орыс азаматы дейді. Орыс емес, латыш болады оның қасында. Латыш жаңа неміс тілінен орыс тіліне аударса, Қошке орыс тілінен қазақшаға тәржіма жасап жүрген, аударма жасаған. Сөйтіп Максқа көмектескен бұлар. Сонымен бірге бір санитаркасы болады, 4-еуі экспедиция ұйымдастырады. Сөйтіп бұлар Шәкәрімнің ауылына келеді. Шәкәрімға келудегі мақсат, Макс сұрайды Мұхтардан, жаңа елге келгеннен кейін жаңағы сөз білетін, тарихты білетін, ауыз әдебиетін білетін оқыған азаматтар бар ма қырда, ел ішінде бар ма дегенде, Мұхтар Макс Кучинскийді Шәкәріммен жолықтырады. Шәкәріммен жолықтырып, сол кезде Макс таң қалады. Шәкәрімнің біліміне, Шәкәрімнің
батыстың, шығыстың бүкіл философтардың барлығын Маркстың өзін таң қалдырады. Германиядан келген профессор осындай оқымысты адам қазақ даласында қалай жүр, қайдан жүр деп риза болады. Оның барлығын Ахат Шәкәрімұлының естелігінен біз оқимыз. Жаңа Макс Кучинскийдің кітабында да бар ол деректер. Міне Ахат Шәкәрімұлының естелігі, менің әкем Халықұлы Шәкәрім, бұл кітапханаларда бар. Осыны сіздер тауып оқи аласыздар Кучинскийдің сапары жөнінде. Енді мен сіздерге бір қызық айтайын. Макс Кучинский жайында көп айтып жатырмыз ғой. Германияға барғаннан кейін, бір жылдан кейін 25-ші жылы Кучинский 200 беттік, көлемі 200 беттік. Міне Степ und Mensch, қазақ даласындағы қазақ халқының тұрмысы, мәдениеті, ауыр сырқау жағдайы деген кітап шығарады неміс тілінде. Бұл кітап туралы Ахат Шәкәрімұлының естелігінде бар, басқа да деректерде келтірілген еді. Бұл кітапты Мұхтар Әуезовтің өзі де іздеген екен, ол туралы да деректер қолымызда бар. Кейін осы кітап Германияға барған біздің жездеміз Игілік Тұрсынов, тарихшы Игілік Тұрсыновқа біз айттық, осындай кітап Германияда болуы мүмкін, соны іздеп көріңізші деп. Содан осыдан жылдың 5-6 болды, Германияға барып, тарихшы Игілік Тұрсынов Макс Кучинскийдің кітабын Германиядан тауып алып, Лейпциг қаласында шыққан кітапты біздің қолымызға жеткізді. Бұл кітап енді Алла қаласа енді биыл шықса деп отырмыз. Неше жыл болды. Қазақ тіліне, орыс тіліне аударылып, көлемді кітап. Кітаптың алғы сөзінде Әлиханның аты бірнеше жерде кездеседі. Сонымен бірге Қошке Кемеңгерұлының да аты бар. Қошкеге де рахмет айтады. Макс Кучинскийдің 28-ші жылғы суреті. Енді Кучинскийдің тағдырына келсек, бұл өзі Германиядан келген Кучинский ұлты еврей екен. Еврей болғаннан кейін 30-ші жылы билікке фашистер келген соң Германияда, Гитлер келгеннен кейін еврейдің барлығын қуғындайды ғой. Содан Макс Кучинский Германиядан қашып Латын Америкасына кетеді. Латын Америкасында Перу республикасын таңдайды. Осы жақта 76-шы жылы бертінге дейін өмір сүріп, жасарын жасап, асарын асап, жаңағы Шәкәріммен кездескен, Мұхтармен, Қошкемен бірге жүрген Кучинский, немістің атақты ғалымы, Германия жерінде қайтыс болады. Сүйегі сол жақта жатыр қазір. Бұл Кучинскийдің 38-ші жылы Перу республикасында туған баласы Педро Кучинский. Міне, Педро Кучинский Перу республикасының президенті болады 16-ші жылы. Міне осындай да бір қызықты дерек. Педро Макс Кучинскийдің баласы Шәкәріммен жолыққан, Әлихандармен ниеттес болған, тілектес болған. Кітабында Әлиханның аты аталатын Макс Кучинскийдің баласы ұзақ жыл Перу республикасының 30 миллион халқы бар Перудың премьер-министрі болады. Одан кейін президенті болады 16-ші жылы. Міне осындай тарих. Енді біздің бір арманымыз, шіркін сол Перуға барып, ана Макс Кучинскийдің архивін тағы да бір іздеп ақтарып көрсе. Себебі ана жерде ол барлығын суретке түсірді дейді. Семейде жүргенде Шәкәріммен жолыққанда. Мүмкін ол суреттердің ішінен Шәкәрімнің тың суреттері табылып қалар ма? Мұхтарлардың, Қошкелердің суреттері табылып қалар ма деген бір үмітіміз бар. Сондай бір арманымыз бар. Түбі сол енді Перуға бару керек болып тұрған секілді. Қошкенің ізімен. Міне осындай тағдыр. Ал алаш қайраткерлерінің ұрпағы қандай жағдайда болды? Әлиханның баласы Жезқазғанда қызмет істеп жүрген жеріне қуғындалып, Хақасияға жер аударылып, сол жақта құпия жағдайда опат болады. Бала шағасы Мәскеуде қалады. Қызы Зейнеп Смағұлға тұрмысқа шыққан. Қандай бір қиын жағдайды бастан кешті Әлиханның ұрпақтары. Жаңағы өсірген жиені Ескендір Смағұлдың баласы 16 жасында опат болды Мәскеу үшін шайқаста. Міне алаш қайраткерлерінің ұрпақтары тоз-тозы шығып, әйелдері Алжир лагеріне, басқа да лагерлерге тоғында, балалар үйіне, детдомдарға жіберілгенде немістің профессорлары шетелге шығып кетіп, шетелде аман қалып, сол жақта балалар президент болды. Байқасаңыздар. Қошке Кемеңгерұлының Әлиханға берген бағасы бар. Өзге ұлт көсемдері басына бәле келгенде
туған жерін тастап, туған елін тастап, шетелге қашып кетіп жатқан кезде Әлихан қазақты сүйетін, қазақты жан тәнімен сүйетін Әлихан қазақтың ішінен кетпеді, қазақтың ішінде қалды дейді. Әлихан 20-шы жылдан 22-ші жылға дейін билікке большевиктер келгеннен кейін шетелге кетіп қалуға толық мүмкіндігі болды. Кучинский секілді Еуропаның озық ойлы оқымыстыларымен, ғалымдарымен, саясаткерлерімен тең дәрежеде тілдескен, тең дәрежеде таныс болған, оқымыстылармен бірге болған Әлихан татардың оқымыстылары, орыстың ақындары барлығы шетелге қашқан кезде Әлихан кетіп қалуға толық мүмкіндігі болған еді. Егер де Әлихан кетіп қалса, Әлиханмен бірге алаш қайраткерлері шетелге қашып кеткен болғанда, қашып кеткен кезде олар өздерінің идеясы, алаш идеясына сатқындық жасар еді. Солай өздерін құрбан етті алаш қайраткерлері. Әлихан бастаған алаш қайраткерлер қазақтың ішінде қалды, қазаққа кепіл болды. Большевиктер егер де олар кететін болса, қазақ қуғын-сүргінге ұшырайды, қазақ репрессияға ұшырайды деп олар түбі сезді. Ақыры өздері құрбан етіп, міне осы алаш идеясына адал болып қалды. Ал енді міне Кучинскийдің тағдырын сіздерге мен тағы да айтамын. Әлихан жөнінде Қошкенің қазақ тарихтан кітабынан жаңағыдай бір деректі оқи аламыз. Менің енді қысқаша айтқандағы енді шығармашылығына осы жолымен мүмкіндігім болмады. Еуразия ұлттық университетінде Абай академиясы ашылды. Сол академияның кітаптары сайтта бар. Былтырғы жылы Абайдың 175 жылдығына орай біз Еуразия университетінде 21 кітапты жарияладық. Ректорымыз Ерлан Батташұлы Сыдықовтың бастамасымен құрылған бұл академияның кітаптары саласында. Сол кітаптардың ішінде Абай және алаш сабақтастығы атты кітап бар. Осы кітаптың ішінде Қошке Кемеңгерұлының да танымдық еңбектерінде, оқу құралдарында Абай өлеңдерінің байыпталуы, Абай өлеңдерінің талдануы қарастырылады. Бұл енді бұрында айтылып жүрген мысал. Енді мен бұны айтып отырғаным, бүгінгі бейне дәрісті ұйымдастырып отырған Абай кітапханасы ғой. Осындай мәлімет, енді қысқаша айтқанда осы. Сіздерге назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Айырбек Ризабекұлы, сізге көп рахмет. Өте бір тағылымды ақпарат алдық. Тыңдап отырсыздар? Жерде қандай оқу орны, мәдениет ошақтары, көшелер бар дейді, кешіріңіз, сұрақ қойылған екен. Қошке Кемеңгерұлының атында Баянауылда орта мектеп бар. Жаңа ата-бабалары, әкелері шыққан ауылда Қошке Кемеңгерұлы атында. Сонымен бірге Нұр-Сұлтан қаласында, Астана қаласында 99-шы жылы көше аты берілді Қошке Кемеңгерұлына. Алматы қаласында көше аты бар Қошкенің атында. Баянауылдың өз басында көше бар. Және де биылғы жылы 125 жылдығына орай, Құдай қаласа, осы Нұр-Сұлтан қаласында нөмір 49-шы қазақ орта мектебі Қошке Кемеңгерұлының атын алайын деп жатыр. Қалалық ономастика комиссиясынан өтті. Енді республикалық комиссияға жіберілді. Үкіметтің қаулысы шықса, сол қуанышты хабар болады деп біз үміттеніп отырмыз. Енді оқу, ағарту, білім, ғылым, мәдениет, өнер әр салада мұра қалдырған алаш қайраткерлерінің қай-қайсысына болмасын, біз енді мектеп берсек те, мәдениет үйін берсек те, кітапхана атын берсек те артық етпейді. Мысалы, Смағұл Садуақасұлы театрдың негізін қалаған Смағұлға театрды берсек өте орынды болар еді. Осындай жағдай. Сіздерге көп рахмет. Сізге де көп рахмет. Бізге звонок кеп жатыр, 2 минуттан кейін бітеді деп. Дегенмен де сізге рахметімді, алғысымды айтамын бүкіл кітапхананың атынан. Енді сізге мынандайды үлгерсек, мынандай бір сұраққа жауап берсеңіз, зиялы қауым өкілдерінің қолжазбалары қайда сақталынған? Жаңа сіз өзіңіз көрсетіп кеттіңіз, диктофонға жазылған, кімнің фамилиясын ұмытып қалдым. Шокиннің деректері. Ол кітапханада, Алматының кітапханасында, Алматының архивінде сақталған, Омбы архивінде, Ташкент, Орынбор архивтерінде бар қолжазбалары.
оларды енді ғалымдар тауып шығарып жатыр, әлі де шығып жатыр дүниелер. Біз мысалы Орнай Жұбаева көп дүниесін тапты, жаңа айттық қой. Ташкентке жете алмай отырмыз. Ташкенттің кітапханасы, архиві әлі күнге дейін ашылмай жатыр біз үшін. Пушкиннің ең жемісті қызмет еткен уақыты бұл Ташкент кезеңі. 24-ші жылдан 30-ші жылға дейін 7 жылдай өмірі Ташкентте өтті. Бірақ мына өзбек ағайындарымыз енді қызғанады, Ташкентті әлі бір толық сол дүниелерді ашып шығара алмай отырмыз. Сонымен бірге бір құпия кезең, мына Валуйки кезеңі. Пушкиннің 35-ші жылға дейінгі 3 жылғы өмірі Украина жерінде өтті. Валуйкидегі өмірі соншалықты бір таныс емес. Тек қана үлкен қызы Зайраның естеліктері бойынша ғана біз Валуйкиді көз алдымызға елестетеміз. Сондай бір дүниелерді әлі де бір іздегіміз келеді Пушкиннің өмір тарихына қатысты. Жалпы бір роман жазуға лайықты тағдыр. Өзі енді Замандастар деген роман жазған ғой. Түбі бір енді фильмдер түсірілсе, көркем шығармалар жазылса да болады. Осы алаш қайраткерлерінің тағдырынан біз енді шама шарқымызша зерттеп мақалалар жазып келе жатырмыз. Осы салаға баулыған атамыз Нарманбеттің қолында өстік, бауырында өстік. Енді үйдің үлкені болғаннан кейін әкемізді, ағамыздай біз танып кеттік та. Нарманбет 88-ші жылдан бастап біз енді мектеп бітіріп жатқан кезімізден, 90-ші жылдардан ұлы бабаң, ұлы атаң Қошке Мағжандармен бірге жүрген, бірге болған, өлеңдерін оқы, өлеңдерін жатта деп. Біз енді сол омбы жерінде туып өстік. Жаңа Қошкенің бала шағасы ұрпағы омбыда қалды ғой 37-ші жылы. Біз де сол жерде дүниеге келдік, сол жақта оқыдық, сол жақта мектеп бітірдік.